Сәлем достар, сіздермен бүгін ағылшын таңғы асын дайындаймыз. Ол үшін мен осындай охотничий колбаски деген алдым, және тағы бір түр шұжық алсаңыз болады, немесе индейка шұжығын алсаңыз болады. Қияр, қызанақ, 2 жұмыртқа және тостқа арналған нан қажет болады. Ең алдымен шұжықтарды және қызанақты, әдемілік үшін қызанақты екі жағынан қызартып аламыз, және шұжықтарды екі жағынан қызарғанша пісіріп аламыз. Және біздің жұмыртқамыздың ақуызы толықтай пісіп, сарысы кішкене шикілей болып пісу үшін қатты қызып тұрған табаға жұмыртқамызды жарып саламыз, және дәміне қарай тұзын сеуіп, бетін жауып, оттан алып қоямыз. Міне осындай керемет таңғы ас дайын болды. Менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.